Сәлеметсіздер ме? Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін кәсіби қызметке даярлау тақырыбындағы ғылыми жоба аясында инклюзивті білім беру курсын жалғастырамыз. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін мектепке дейінгі ұйымдағы арнайы ұйымдастырылған іс-әрекет жағдайының әдістемелік негізі деп аталынатын дәріс барысында психикалық дамуында тежелуі бар балалармен оқыту тәрбиелеу жұмыстарын ұйымдастыру, мамандандырылмаған балабақшада психикалық дамуында тежелуі бар балалармен жұмыс жасаудың ережелері, психикалық дамуы тежелген балалардың ата-аналарына арналған әдістемелік ұсыныстар деп аталатын сұрақтар қарастырылады. Психикалық дамудың тежелуі психикалық дамудағы әлсіз ауытқулар санатына жатады. Психикалық даму тежелген балалардың дамуында ақыл-ой кемістігі, сөйлеу, есту, көру, қозғалтқыш жүйесінің бастапқы дамымауы сияқты ауыр ауытқулар болмайды. Олардың негізгі қиындықтары ең алдымен әлеуметтік бейімделу мен оқумен байланысты. Мұның түсіндірмесі психиканың жетілу қарқынының баяулауы. Сондай-ақ әрбір жеке балада психикалық дамудың тежелуі әртүрлі көрінуі мүмкін және уақытпен көріну дәрежесі бойынша әртүрлі болуы мүмкін екенін атап өткен жөн. Балалар мен түзету дамыту жұмысының маңызды бағыттарына тоқталатын болсақ, ол ең бірінші сауықтыру бағыты баланың толыққанды дамуындағы физикалық әл-ауқат жағдайында ғана мүмкін болады. Келесі сенсорлық моторлық сфераның дамуы қарастырылады. Танымдық белсенділікті дамыту, эмоционалды саланы дамыту қарастырылады. Жалпы психикалық дамуында тежелуі бар балалармен жұмыс жасаудың арнайы әдістері қарастырылады. Ол ПДТ бар балалардың зейінінің тұрақтылығының төмен деңгейімен сипатталады, сондықтан да балалардың назарын арнайы ұйымдастырып бағыттау қажет. Зейіннің барлық түрлерін дамытатын барлық жаттығулар пайдалы. Балалар әрекет ету тәсілін игеру үшін көбірек сынамаларды қажет етеді, сондықтан балаға бірдей жағдайларда бірнеше әрекет етуге мүмкіндік беру керек. Бұл балалардың интеллектуалды жетіспеушілігі күрделі нұсқаулардың оларға қолжетімділігінен көрінеді. Тапсырманы қысқа бөліктерге бөліп, балаға кезең-кезеңімен ұсыну керек. ПДТ бар балалардың әлсіздігінің жоғары деңгейі шаршау түрінде де, шамадан тыс қозу түрінде де болуы мүмкін. Сондықтан баланы шаршағаннан кейін әрекетті жалғастыруға мәжбүрлеу қажет емес. Орташа ұзақтығы жұмыс кезеңінің бір бала үшін 10 минуттан аспауы қажет. Жалпы психикалық дамуы тежелген балаларды кез келген сүйемелдеу бұл танымдық қызығушылықты арттыруға, ерікті мінез-құлық формаларын қалыптастыруға, арнайы сабақтар мен жаттығулар жиынтығын қарастыруды қажет етеді. Және Монтессори педагогикасы даму ерекшеліктері бар балалар үшін оңтайлы таңдау, өйткені бұл әдіс балаға өзінің ішкі заңдары бойынша жұмыс істеуге және дамуға бірегей мүмкіндік береді. Психикалық дамуы тежелген мектеп жасына дейінгі балалармен түзету педагогикалық жұмысты ұйымдастыру принциптері келесіні қарастырады. Яғни диагностика мен түзетудің бірлігі принципі кешенді тәсіл принципі болып табылынады. Мамандандырылмаған балабақшада ПДТ бар балалармен жұмыс істеудің 20 ережесі бар. Біз солардың бірнешеуіне тоқталып өтетін болсақ. ПДТ бар балаларды үнемі назарда ұстау, оларды назардан тыс қалдырмау. Сабақта материалдарды бірнеше рет қайталаңыз, қолайлы орта жасаңыз, кішігірім жоғары істері үшін ынталандырыңыз. Сонымен қоса, ПДТ бар балалардың қызығушылығы мен оқу мотивациясы төмен болғандықтан әдемі, жарқын көрнекіліктерді қолдану қажет. Баланы қоғамдық өмірге қосу, оның қоғамдағы маңыздылығын көрсету, өзін жеке тұлға ретінде тануға үйрету болып
табылынады. Психикалық дамуы тежелген балалармен жұмыс жасауда дидактикалық ойындарды қолдану бойынша бірнеше нұсқаулықтар бар. Ол дидактикалық ойындарды фронтальды сабақтарда, жеке сабақтарда, сондай-ақ психикалық дамуы тежелген балаларға арналған тобындағы әртүрлі режимдік сәттерде мүмкіндігінше кеңінен қолдану ұсынылады. Дидактикалық ойындар балаларға қолжетімді және түсінікті болу керек. Олардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келуі керек. Сонымен қоса, психикалық дамуы тежелген балалармен жұмыста дене шынықтыру минуттарын өткізу бойынша да әдістемелік ұсыныстарды қарастырамыз. Олардың бірнешеуіне тоқталып өтетін болсақ, психикалық дамуы тежелген балалардың жасын, психофизикалық дамуын ескеру қажет. Сабақта қолданылатын жаттығулар құрылымы қарапайым, қызықты, балаларға жақсы таныс болуы керек. Психикалық дамуы тежелген балаларда ұсақ моторикасын және графикалық моторлық дағдыларды дамыту бойынша әдістемелік ұсыныстарға да назар аудару керек. Ол ПДТ бар балалардың қолдарының ұсақ моторикасын дамыту үшін әртүрлі дайындық жаттығуларын қолдану ұсынылады. Сонымен қоса, барлық жаттығулар ойын түрінде өткізілуі керек. Жаттығуларды таңдау кезінде педагог ПДТ бар балалардың жас және психикалық ерекшеліктерін, визуалды қабылдау, зейін, есте сақтау ерекшеліктерін ескеру керек. Жазуды үйретуде дайындық кезінде балаларды үстелге дұрыс отыруға, жазу құралдарын қолдануға үйрету ұсынылады. Баланы қағаз парағына бағыттауға үйрету керек. Қолдың ұсақ моторикасын дамытуды жетекші қолдан бастау керек. Содан кейін екінші қолыңызбен, содан кейін екі қолыңызбен жаттығулар жасаңыз. Дайындық кезеңінде төселген дәптерлерді емес, альбомдарды қарапайым қарындашпен жазу ұсынылады. Мүмкін болса, сабақтың тақырыбымен байланысты саусақ гимнастикасының жаттығуларын таңдау керек. Дайындық жаттығуларынан кейін дәптерде үлкен торда жұмыс істеуге көшу ұсынылады. Психикалық дамуы тежелген балалардың ата-аналарына арналған бірнеше әдістемелік ұсыныстарды қарастырсақ. Түзету жаттығуларының жетістігі көбінесе тәрбиешілер мен ата-аналардың жұмысындағы сабақтастықтың қаншалықты нақты ұйымдастырылғанымен анықталады. Жалпы осы ата-аналармен жүргізілетін жұмыстардың бірнешеуіне тоқталып өтетін болсақ, психикалық дамуында тежелуі бар баланың есте сақтау қабілеті әлсірейді, ерікті назар аударылмайды, ойлау процестері даму бойынша артта қалады. Сондықтан зерттелген материалдарды балабақшада және үйде бекіту қажет. Сондықтан оларға қайталау тапсырмасы беріледі. Баланы тапсырмаларды өз бетінше орындауға үйрету керек. Тапсырманы қалай орындау керектігін көрсетуге асықпау керек. Көмек уақытылы болуы керек. Тәрбиешінің тапсырмасы бойынша баланың ересектерден кім онымен жұмыс жасайтынын анықтау маңызды. Сабақ уақыты күн тәртібінде бекітілуі тиіс, ол 15-20 минуттан аспауы керек. Сабақтар көңілді болуы керек. Тапсырманы алған кезде оның мазмұнымен мұқият танысып, бәрі сізге түсінікті екеніне көз жеткізуіңіз керек. Қиын жағдайларда педагогтен, тәрбиешіден кеңес алып отыру қажет. Және сонымен қоса, біз осы психикалық дамуы тежелген балалардың психикалық процестерін қалыптастыруға бағытталған коррекция мақсаттарына тоқталатын болсақ, ол зейінді коррекциялауға, сонымен қоса сезім мен қабылдауды коррекциялауға, есті коррекциялауға, және де сөйлеуді коррекциялауға, ойлауды коррекциялауға, эмоциялы еріктік саланы коррекциялауға бағытталуы қажет. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.